Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmetli жамағат, Аллах Тағала мешітке басып келген әрбір мұмин мұсылмандардың қадамдарын сауаптан жазсын иншалла. Бүгінгі жұма баршамызға құтты, берекелі болсын. Аллах Тағала қасиетті Құран кәрімде былай дейді: Я айюхан насу, халақнакум мин закарин ва унса, ва жаалнакум шуубан ва қабаиля литаарафу, инна акрамакум индаллахи атқакум, инналлаха алимун хабир. Бұл аяттың мағынасында Аллах Тағала былай дейді: Ей адамзат, сендерді бір әуелден, бір әйел, бір ерден жараттық. Яғни адам ата және де Хауа анадан жараттық. Және де сендерді өз араларында бір-бірлеріңмен танысуларың үшін түрлі ұлтқа, түрлі ұлысқа бөлдік дейді. Түрлі ұлтқа, түрлі ұлысқа бөлдік. Алла алдындағы ең тақуаларың, ең жақсыларың бұл тақуаларың дейді. Расында Аллах Тағала барлығын білуші, барлық нәрседен хабардар. Бұл аятта Аллах Тағала бізді, жалпы адам баласын, мысалы ұлттарға, ұлыстарға бөлді. Не үшін? Тек қана бір-бірімізбен қарым-қатынасқа түсу үшін, яғни сөйлесіп танысу үшін, бір-бірімізбен білісу үшін ғана ұлт ұлысқа бөлінді. Жалпы бүгінгі тақырыптың өзі, жалпы ислам діні ешқандай ұлтты таңдамайды, ешқандай тілді таңдамайды. Бір ұлт екінші ұлттан ешқандай айырмашылығы, үстемдігі немесе кемшілігі жоқ деген тақырып болып есептеледі. Адамзат баласын түрлі ұлт пен ұлысқа бөлген Аллах Тағала бұл істің астында үлкен хикмет жатыр. Аллах Тағаланың үлкен хикметі жатыр. Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде айтады: Я айюханнас, ей адамдар дейді. Ала инна раббакум вахидун. Сендердің Раббыларың бір емес па дейді. Сендер бір Аллаға табынбайсыңдар ма? Ва инна абакум вахидун дейді. Сендердің әкелерің бір емес па дейді. Ала ла фадла ли арабиин ала а'жамиин. Мына нәрсені жақсы біліңдер. Бір арабтың екінші араб емеске ешқандай несі жоқ, артықшылығы жоқ дейді. Вала ли а'жамиин ала арабиин. Және де араб емес адам арабтан да абзал емес дейді. Вала ли ахмарин ала асвад. Бір ақ адамның екінші бір қара адамнан еш айырмашылығы жоқ, үстемдігі жоқ. Ал қара адамның да ақ адамнан айырмашылығы, үстемдігі жоқ. Кез келген уақытта бұл шариғатымызда басты, жаңағы жоғарыда айтқан аяттағы тақуалық, адамды үстем ететін, тек қана Аллах Тағаладан қорқуымыз ғана бұл тақуалыққа, жалпы адамның Аллах Тағаланың алдындағы дәрежемізді белгілейтін бірден бір дүние болып есептеледі. Аллах Тағаланың алдында біздің тек қана тақуалығымыз. Біздің, қараңыздар, Аллах Тағала бұл аяттар мен жаңа жоғарыда хадистерде сендердің құлшылықтарың деп отқан жоқ. Сендердің түрлерің деп тұрған жоқ. Садақаларың, немесе оразаларың, немесе намаздарың деп тұрған жоқ. Сендердің тақуалықтарың деп тұр. Тақуалықтарың деп тұр. Біз кейбір уақытта өзіміз алдап жатамыз. Мен намаз оқып жүрмін, мен мынадан артықпын деп жатамыз. Бірақ мына жоғарыдағы аятта айтып отыр ғой. Сендердің ең Аллах Тағаладан ең жақсы, ең көркем, ең қатты қорқатындарың Аллах Тағаланың алдында дәрежесі сол ғана артық дейді. Біздің намазымыз, немесе оразамыз, немесе садақамыз бізді құтқара алмайды деген. Бізді құтқаратын нәрсе, басты нәрсе бұл иман және де Аллах Тағаладан қорқу есептеледі. Исламның бүкіл адамзатқа түсірілген дін екендігіне мына дүниелер дәлел болып есептеледі. Біріншісі, Алла Тағала әлемдердің Раббысы. Әлемдердің Раббысы бір Аллах Тағала ғана. Өйткені кез келген мұсылман, кез келген иман еткен адам, кез келген құлшылығында не дейді? Бірінші намазында Алхамдулиллахи Раббил аламин дейді. Әлемдердің Раббысы болған
Аллаға бүкіл мақтаулар соған ғана тән дейді. Бүкіл мақтаулар әлемдердің Раббысы болған Аллах Тағалаға тән дейді. Кез келген құлшылығымыз, біз кез келген ғибадатымыз, кез келген әрекетіміз, кез келген тірлігіміз бұл Аллах Тағалаға тән. Аллах Тағалаға ғана не қылады? Тиеледі. Кез келген құлшылығымызды Аллах Тағала ғана өлшейді. Біз арамызда өлшей алмаймыз. Бүкіл әлемдердің Раббысы бұл Аллах Тағала. Бүкіл әлемдердің Раббысы, кез келген дүниенің Раббысы, кез келген заттың, кез келген әрекеттің, кез келген оқиғаның иесі ол Аллах Тағала. Одан артық емес. Фатиха сүресінде біз күніге қанша рет біз осы сөзді айтамыз, Альхамдулиллахи Раббил аламин. Аллах Тағалаға мадақ айтамыз. Аллах Тағалаға мадақ айтамыз. Абу Саид Ал-Муала былай дейді, радиаллаху анху, бірде мен мешітте намаз оқып тұрғанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам маған былай дейді. Уаллиманнака суратан хия аъзаму сура фил Құран қабла ан тахружа минал масжид. Мен сені мына мешіттен шықпай жатып ең ұлы сүрені үйретейін ба деп айтты дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мен жаңағы Абу Саид Ал-Муала деген кісі мешітте құлшылықтарын орындап болғаннан кейін пайғамбарымызға мешіттен шығайын деп тұрған кезде пайғамбарымыздың қолынан тартады. Я Расулаллах дейді, сен бағана мешітке кірместен бұрын маған бір сүре үйретемін деп едің. Сол не болды дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді. Альхамдулиллахи Раббил аламин. Яғни Фатиха сүресін айтады. Әлемдердің Раббысы болған Аллаға мақтау, мадақ әлемдердің Раббысына дейді. Хия саб'ул масани, ол не дейді? Қайталанатын 7 аят. 7 саб'ул масани деп айтады. Қайталанатын 7. Вал Құранул азим аллази утитуху. Ол ұлы Құран кәрімдегі осы Фатиха сүресін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жаңағы Ал-Муалаға түсіндіріп оқып берген екен. Яғни бүкіл сүрелердің ең ішіндегі ең ұлысы бұл Фатиха сүресі деп түсіндіріп берген екен. Ендеше әрбір мұсылман Фатиха сүресін жиі оқып әлемдердің Раббысы болған Аллах Тағалаға не істеу керек? Мадақ айтып тұру керек. Ең болмаса мына нәрсені көп айту керек. Кез келген мұсылман Альхамдулиллахи Раббил аламин. Бұл Аллаға мадақ болып есептеледі. Кез келген ісіңде, кез келген әрекетінде, мысалы орыннан тұрдың ба, альхамдулилла. Жатайын деп жатсың ба, альхамдулилла. Бір жерге шығайын деп жатсың ба, альхамдулилла. Әлемдердің Раббысына мақтау, бұл зікір болып есептеледі. Бұл құлшылық болып есептеледі. Тек қана жүректі тазалаумен қоймай, бұл өмірімізге мән беретін дүние болып есептеледі. Кез келген басына жақсылық келсе де, басына жамандық келсе де, оған байланысты оқиғалар көп. Мысалы, Абу Ханифа рахимахуллах біреу келіп, сенің керуенің не қылды? Қарақшылар тонап кетті деген кезде альхамдулиллах дейді. Сонда табылды деген кезде тағы да альхамдулиллах дейді. Сонда не үшін Абу Ханифадан сұраған кезде, сен жаңа жаман хабарды айтқан кезде де менің жүрегімде ешқандай өзгеріс болған жоқ. Жақсы хабар айтқан кезде де менің жүрегімде ешқандай қуаныш, ешқандай өзгеріс болған жоқ. Міне, альхамдулиллах деген сөз барлық мақтау әлемдердің Раббысына деген сөз екен. Жалпы Құдси хадисте былай дейді. Аллах Тағала былай деген екен, намазды, Құдси хадис деген сөзі пайғамбарымыздан, ал мағынасы Аллах Тағаладан болған хадиске Құдси хадис дейміз. Осы Құдси хадисте Аллах Тағала былай дейді. Намазды өзім мен құлымның арасында екіге бөлдім дейді. Намазды өзім мен құлымның арасында екіге бөлдім дейді. Бірі маған, екіншісі құлыма дейді. Мен өзімдікін аламын, құлыма да сұрағанын беремін дейді. Құлыма да сұрағанын беремін дейді. Егер құлым, ол яғни намазды оқыған адам былай десе, барлық мақтау әлемдердің Раббысы Аллаға тән десе, Аллах құлым маған мадақ айтты дейді. Маған мадақ айтты, мені мақтады. Егер ол аса қамқор, ерекше мейірімді десе, Алла Тағала құлым мені аса қамқор, ерекше мейірімді деп жатыр. Деп Аллах Тағала өзінің
атына, өзінің затына айтылып жатқан мақтауларды қабыл етіп, оған да жаңағы құлына да сол нәрсені не істейді дейді, береді дейді. Құлы нені сұраса, соны береді деп осындай құдси хадисте осындай Фатиха сүресіндегі әрбір сөзге түсініктеме берген. Қарасаңыздар, Фатиха сүресінің бастан аяғы бұл дұға. Альхамдулиллахи раббил аламин. Ол барлық мақтау әлемдердің Раббысына. Ар-Рахманир-Рахим, өте мейірімді және де рахымды. Малики яумиддин, әлемдердің, яғни қиямет күнінің иесі. Ихдинас сиратал мустақим, бізді тура жолға баста. Сиратал лазина ан'амта алейхим, ол тура жол, сондай тура жол нығмет берілген құлдарының тура жолы. Ғайрил мағдуби алейхим, ол азапталатын, лағнетке ұшыраған жаңағы құлдарының жолынан бізді алыстат деген секілді барлығы неден тұрады? Жаңағы Аллах Тағалаға дұғадан тұрады. Сондықтан да осы Фатиха сүресін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жаңағы жоғарыда айтқанымыз секілді ең Құрандағы ең ағзам, ең ұлы сүре деп түсіндіріп берді. Аллах Тағала қасиетті Құран кәрімде Юнус сүресінде 37-ші аятта былай дейді: "Ва ма кана хазал Qur'anu an yuftara min dunillahi, walakin tasdiqal ladhi bayna yadayhi wa tafsilal kitab la rayba fihi min rabbil alamin." Осы Құран Алладан өзгенікі деп жала жабушыларға осы Құран Алладан басқа адамдардікі деп жала жапсыруға болмайды дейді. Жала жабуға болмайды. Ол алдындағыларды растап, яғни ол Құран кәрім одан бұрын түскен кітаптарды растаушы. Құран кәрім одан бұрын түскен 3 кітапты растаушы болып келеді. Кітапты ашық баян етеді. Әлемдердің Раббысы тарапынан екендігі ешқандай күмән жоқ дейді. Яғни бұл Құран кәрім бұдан бұрынғы кітаптарды тек қана растаушы болып келеді. Тек қана олардың, бұлай айтқан кезде, баяндаушысы болып келеді. Олардың, біздің тілімізде айтатын болсақ, соңғы версиясы болып келеді. Соңғы нұсқасы болып келеді. Өйткені одан бұрынғы кітаптарда да Аллах Тағалаға бірінші шарт Аллах Тағалаға серік қоспау. Екінші, оның пайғамбарына иман ету. Үшіншісі, Аллах Тағаланың парыз еткен құлшылықтарын орындау. Төртіншісі, харамнан алшақтап, адалмен өмір сүру деген секілді басты қағидаларды ішіне алған. Ал енді Құран кәрім сол кітаптарды баяндаушы кітап болып есептеледі. Яғни соңғы кітап болып есептеледі. Алла Тағала қасиетті Құран кәрімнің көптеген аяттарында әлемдердің Раббысы екендігі және де Құранның соңғы кітап екендігіне дәлел келтірген. Және де Құран бүкіл адамзатқа түсірілген кітап екендігіне дәлел келтірген көптеген аяттар бар. Солардың ішінде Аллах Тағала қасиетті Құран кәрімнің Бақара сүресінде 21-22 аяттарында былай дейді: "Я айюхан насу", ей адамдар, "У'буду раббакумуллази халақакум", сендерді жаратқан Аллах Тағалаға құлшылық жасаңдар. "Валлазина мин қабликум лааллакум таттақун", ол сендерден бұрынғыларды да жаратқан дейді. Аллах Тағала өзінің аятында айтып отыр. Сендерден бұрынғы адамдарды да жаратқан ол Аллах Тағала. Сол Аллах Тағалаға құлшылық жасаңдар, құлшылық жасап ғибадат жасаңдар және Аллах Тағаладан қорқыңдар. "Аллази жа'ала лакумул арда фирашан вас-самаа бинаан", ол Аллах Тағала жерді сендерге төсеніш етті. Және де аспанды сендерге не істеді? Бір төбе етіп жаратты дейді. Жерді сендерге төсеніш, аспанды сендерге төбе етіп жаратты. "Ва анзала минас-самаа'i маан", және де жоғарыдан, аспаннан сендер үшін су түсірді. Яғни жаңбыр жауғызды. "Фа ахража бихи минас-самарати", ол жаңбырмен түгел жаңағы өсімдіктер шықты. Ол өсімдіктер ризқан лакум, сендерге азық болу үшін шықты. "Фала таж'алу лиллахи андадан", Аллах Тағалаға ешбір ортақ қоспаңдар дейді. Аллах Тағалаға ешбір ортақ қоспаңдар дейді. "Ва антум
та'ламун, біле тұра, ол Аллах тағалаға ешқандай ортақ қоспаңдар дейді. Енді жалпы құлшылығымызда кейбір уақыттарда, өміріміздің кейбір уақыттарында осыны айта тұра кейбір уақыттарда серік қосып жіберетін жайттар болады. Мысалы, мен бүгін сапарға шықтым, сапарда жолда көлігіммен апатқа түстім. Апатқа түстім. Мен үйге келіп айтам, бүгін бекер шығыппын деп айтам. Бүгін сапарға шықпағанымда бұл көлік апатқа ұшырамас еді деп. Жоқ, олай емес. Бұл істің бәрін Аллах тағала не істеді? Тағдырыңа жазды. Тағдырыңа болайын деп тұрған дүние, ол сен сапарға шықсаң да, сапарға шықпасаң да басыңа келетін болғандықтан ол оқиға орын алады. Бұл осылай айтудың өзі Аллах тағалаға серік қосу есептеледі. Аллах тағалаға ортақ қосу есептеледі. Көрдіңіздер ме? Бұл Аллах тағалаға ортақ қосудың әртүрлі несі бар? Әртүрлі жағдайы бар. Бірінші, жаңағы иманның шарттарының ішіндегі ең маңызды, барлық иманның шарттарының барлық маңызды, солардың ішінде тағдырға иман деген дүние бар. Тағдырға иман деген дүние бар. Осы тағдырға иманды кейбір уақыттарда ұмытып қойып жатамыз. Осы жағдайға байланысты мынау біреу сұрақ қояды, неге мұсылмандар жер жүзінде қиналып жатыр? Неге мұсылмандар жер жүзіндегі мұсылмандардың барлығы қиналып жатыр дейді. Бұның жауабы өте оңай. Өйткені біз Аллах тағаланың Құран кәрімде айтқаны секілді мұсылман болмай жатырмыз. Сол аяттағы, сол Құрандағы мұъминнің сипаттарын, мұсылманның сипаттарын біз толық жүзеге асыра алмай жатырмыз. Өзіміздің бойымызда сол нәрсені көрсете алмай жатырмыз. Неге мұсылмандар қиналып жатыр? Өйткені сен таң намазға тұрмағаның үшін қиналып жатыр. Неге мұсылмандар қиналып жатыр? Сен өйткені уәдеңе тұрмағандығың үшін қиналып жатыр. Неге мұсылмандар қиналып жатыр? Өйткені сен өтірік айтқандығың үшін қиналып жатыр. Ол әрбір мұсылманның жеке, өз басына ойланатын дүниесі болып есептеледі. Егер көршің қиналып жатқан болатын болса, демек сен кінәлісің. Өйткені сен ол көршіңнің дертімен дерттенген жоқсың. Сен ол бауырыңның дертімен дерттенген жоқсың. Ол бауырыңа бір қиыншылық түскен кезде сенің жүрегің ауырған жоқ. Өйткені сенің кесіріңнен сол адам қиналып жатыр. Бір жерде бір мұсылман қиналып жатса, мына айтып жатыр, ол өздерінен дейді. Ол өзі ғой соны істеген. Ол өзі емес ол. Ол өзі емес. Біз кінәліміз оған. Дүние жүзінде мұсылман жаңа қанша жас сәбилер кетіп жатыр. Жас сәбилер шахид болып жатыр. Оған кінәлі кім? Біз. Ол жерде біреуді кінәлаудың еш қажеті жоқ. Өйткені біз құлшылығымызға, өзіміздің ғибадатымызға не қылмадық? Мән бермей жатырмыз. Біз таң намазға келеміз. Таң намазға келген кезде имам тезірек аяқтасыншы деп тұрамыз. Таң намазға келген күннің өзінде имам тезірек аяқтасыншы, имам тезірек мына тәсбихті бітірсінші, мына Құранды оқып бітірсінші, немесе Құран оқылмай жатып, тәсбих бітпей жатып, мешіттен қашуға әрекет жасаймыз. Парызды оқимыз да таямыз, бұл айтқан кезде. Қарапайым тілмен айтқан кезде. Парызды оқимыз да тұрып алып қашамыз. Сол қашқаннан кейін жақсы бір құлшылық жасасаң мейлі, сыртта тұрған жаңағы бір қалып баратқан дүниең болса түсінуге болады. Сыртта тұрып алып, біреуді жамандап тұрамыз, біреудің артынан ғайбат айтып тұрамыз. Міне, мұсылмандық бұл жерде мұсылмандық болып есептелмейді. Мұсылмандық әлемдердің Раббысы болған Аллах Тағала бұлай мадақ етілмейді. Әлемдердің Раббысы болған Аллах Тағалаға бұлай құлшылық жасалмайды. Құлшылық деген нәрсе шын жүрекпен жасалады тек қана. Қабыл болатын құлшылық та шын жүрекпен жасалған кезде ғана қабыл болады. Тек қана сыртқы бейнемен емес, сыртқы тілмен емес, тек қана көрініспен емес. Соны жақсылап ұғыну керек, құрметті мұсылман бауырлар. Енді Аллах Тағаланың діні, яғни ислам діні бүкіл әлемдік дін екендігіне тағы бір дәлел
ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бүкіл адамзат баласына жіберілуі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бүкіл адамзат баласына жіберілуі. Аллах тағала қасиетті Құран кәрімде былай дейді: "Уама арсалнака илля кафатан линнаси баширан ва назира валакинна аксаран наси ла яламун." Сені бір тұтас адам баласына қуандырушы және де ескертуші етіп қана жібердік дейді. Бірақ адамдардың көбісі түсінбейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бүкіл адамзат баласына жіберілген. Ол ғалымдарымыз айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жіберілуі мұсылмандарға да кәпірлерге де бірдей дейді. Егер мұсылман болсаң да, кәпір болсаң да, пайғамбарымыздың соңғы пайғамбар екендігіне, және де соңғы пайғамбар етіп жіберілуі, рахматан лил аламин етіліп жіберуі, әлемдерге рахмет етіліп жіберілуі, бұл мұсылмандарға, кәпірлерге де бірдей дейді. Өйткені мұсылмандарға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тура жолды көрсетуші, тозақ пен жәннаттан алыстатушы, ал кәпірлерге ол ескертуші, оның азабын арттырушы дейді. Аллах тағала қасиетті Құран кәрімде Әмбия сүресі 107 аятта айтады: "Уама арсалнака илля рахматан лил аламин." Сені әлемдерге тек қана рахмет, мейірім үшін жібердік дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жаңа жоғарыда айтқанымыз секілді бүкіл әлемге рахмет үшін жіберілген соңғы пайғамбар болып есептеледі. Расымен Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам жаңағы айтқанымыз секілді бүкіл неге мұсылмандарға да, иман еткендерге де, иман етпегендерге де жіберілді. Бір күні Алла елшісі саллаллаху алейхи уассаламға бір кісі адамдар келіп: "Я Расулаллах, я Алланың елшісі." Алла тағаладан мүшриктерге лағнет тілеңізші дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: "Инни лам убас ла'анан" дейді. Мен лағнет етуші етіп жіберілген жоқпын дейді. "Ва иннама бу'исту рахматан." Расында мен рахмет үшін жіберілдім, мейірімділік үшін жіберілдім дейді. Жалпы біз құл болғаннан кейін, мұсылман болғаннан кейін кейбір кездерде лағнет айтамыз. Иман етпегендерге лағнет айтамыз. Жоғарыда айттық қой, иман етпегендерге лағнет айтамыз. Мұсылмандарға зұлым жасап жатқан адамдарға лағнет айтамыз. Оларды жек көреміз. Жек көру ол міндет. Жек көру міндет. Бірақ кінәні тек қана ол залымдардан іздеудің қажеті жоқ. Бір кісі біреуден сұраған екен: "Сендердің мемлекеттеріңді мұсылмандар қияметте жеңет деп келеді. Яғни Алла тағаланың шариғатында олар жеңет деп келеді" дейді. Сонда ол кісі айтады: "Дұрыс" дейді. Сенде ол ислам шариғатында жеңет деп айтылады. Бірақ мынаны айтыңдаршы, сол мұсылмандар, Құрандағы мұсылмандар келсін, сол кезде сөйлесеміз дейді. Қараңыз, Құрандағы мұсылмандар келсін, сол кезде сөйлесеміз дейді. Демек, біз Құрандағы секілді, хадистегі секілді мұсылман болмай жатырмыз, сондықтан да әлемде мұсылмандар қиналып жатыр. Аллах тағаланың айтқаны секілді мұсылман болмай жатырмыз, сол үшін де қиналып жатыр. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам адамдарды былай қойғанда қоршаған орта жан жануар барлығына да не қылды? Рахмет, мейірімділік үшін жіберілді. Оған көптеген хадистер, көптеген оқиғалар дәлел. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мысалы жан жануарларға былай айтқан кезде мейірім және де рахмет үшін жіберілгендігі. Жалпы ал төртіншісі ислам діні бүкіл әлемнің діні екендігіне бұл тағы бір дәлел, бұл Аллах тағаланың қағбасы. Қасиетті қағба адам баласының құлшылық ету үшін тұрғызылған ең бірінші жер жүзіндегі ең алғашқы үй болып есептеледі. Өйткені Әл-Имран сүресі 96 аятта былай дейді: "Инна аувала байтин вуди'a лин-наси лиллади бибакката мубарақан ва худан лил-аламин" дейді. Расында жер жүзіндегі ең бірінші тұрғызылған Аллах тағаланың үйі ол қазіргі Мекке Мукаррама алғашқы үй болып есептеледі, және де ол бүкіл әлемге мубарак және тура жолды нұсқаушы бір мекен болып келді.
Бұл аяттан Қағбаның әлемдер үшін айрықша мекен екендігін айқындайды. Бүкіл мұсылмандар, бүкіл мұсылмандардың ішінде де әртүрлі мазхаб бар, я білеміз барлығымыз. Әртүрлі мазхаб болғанымен, олар біз батысқа қарап, жаңағы Қабаға қарап намаз оқып жатсақ, ол басқа жаңағыдай адасқан деп айтсақ та болады. Адасқан мазхабтар теріс қарап намаз оқымайды, барлығы Қабаға қарап намаз оқиды. Сондықтан бүкіл адам баласына белгіленген мекен бұл Қаба болып есептеледі. Енді қадірменді жамағат, ислам діні бүкіл адамзат қияметке дейін, ислам діні бүкіл адамзатқа қияметке дейін жіберілген дін деп айттық. Бұған кішігірім Абай атамыздың мына сөзі де дәлел болып есептеледі. Махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланы жаннан тәтті, адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп, және хақ жол осы деп әділетті дейді. Адамзаттың бәрін сүй, не дейді? Бауырым деп дейді. Сондықтан оның дініне, мазхабына қарамай, біздің шариғатымыз адамзаттың барлығын сүюді баршамызға әмір етеді деген. Тағы бір соңғы бір аятты айта кетейік. Хужрат сүресі 11-ші аятта Аллах Тағала былай дейді. Астағфирулла. Я айюханнасу, я айюхалладина аману. Ей иман келтіргендер. Ла ясхар қаумын мин қаумин. Бір қауым екінші бір қауымды менсінбей қарамасын. Бір қауым бір қауымды не қылмасын, өзінен кіші деп көрмесін дейді. Аса ан якуну хайран минхум. Бәлкім ол қауым одан хайырлы болуы мүмкін дейді. Уала нисаун мин нисаи. Бір әйелдер екінші бір әйелдерді өзінен төмен ұстамасын дейді. Аса ан якунна хайрун минхунна. Бәлкім ол әйел одан да хайырлы, одан да тақуа болуы мүмкін. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. Бір-бірлеріне мін тақпаңдар дейді. Және де оған ұнамайтын лақаптармен шақырмаңдар дейді. Жаңағы не дейміз? Лақап атпен шақырамыз ғой, пәленше қисық деп, жаңағы қисық бас деп шақырамыз, басқа деп, осылай жасамаңдар дейді. Иман еткеннен кейін бір-біріңе лақап ат тақпаңдар дейді. Ал ол лақап аттың жаңағы кемсіту үшін болатын болса, ол Аллах Тағаланың алдында міндетті түрде жауап береміз. Ал енді оны жаңағы дәрежесін көтеру үшін болатын болса, ол не болады? Сауап болады. Дәрежесін көтеру үшін. Мысалы, әулием, енді әулие болса әулием дейсің, ал өтірік әзілдеп әулием деп айтуға, немесе шейхім деп айтуға, немесе тағы бір нәрсе деп айтуға, ол болмайды негізі. Ол жаңағы ұстаз болатын болса, ұстаз деп айт, болды. Одан артығын айтпа. Әкең болатын болса, әкешім деп айт. Одан артығын айтуың қажет жоқ. Одан артығын айтуың қажет жоқ. Немесе жаңағы оны былай айтқан кезде масқаралау үшін, тағы бір зат үшін лақап ат тақпаңдар дейді Аллах Тағала. Сондықтан осы нәрселерден аулақ болуымыз керек екен. Құрметті жамағат, Аллах Тағала әрбір мешітке басқан қадамдарымызды сауаптан жазсын. Аллах Тағала бүкіл мұсылман жұртшылығын барша бәле-жалалардан сақтасын. Баршамызға, барша мұмин мұсылмандарға Құрандағы, сүннеттегі сипаттармен сипатталуды нәсіп етсін иншалла. Алла разы болсын.